Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Әлемде құс тумауы өршіп жатыр. Қара суық келіп құс қайтты. Әлемде құс тумауының жаңа ошақтары пайда болды. Мамандар пікірінше, бұған жабайы құстардың маусымдық көшуі себеп деп хабарлайды 24 кз. Дүниежүзілік жануарлар денсаулығын сақтау ұйымының дерегі бойынша, кейінгі айларда үй құстары арасында 59, ал жабайы құстар мен сүтқоректілер арасында 44 індет ошағы тіркелген. Вирус адамға да жұғуы мүмкін. Мәселен, 2003 жылдан бері 860 адам осындай жағдай тіркелген. Соның ішінде науқастың 450-ден астамы қайтыс болды. Жалпы аурудың негізгі белгілері ретінде бас ауруы, дене қызуының көтерілуі, қалтырау, бұлшық ауырсынуы, жөтел және тамақтың ауруы байқалады. Ал уақыт өте науқаста өкпе жүрек жеткіліксіздігі, өкпе қабынуы мен мидың ісуі пайда болуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық орталығы кейінгі айларда Еуропаның бірнеше елінде, Франция, Польша мен Венгрияда, сондай-ақ Азияда, Қытай, Вьетнам мен Жапонияда құс тумауы таралуының хабарлайды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.